Ассалаумағалейкум құрметті достар, жерлестер, YouTube көрермендері. Бұл Жаңайдар Болатбекұлы YouTube арнасы. Өздеріңізге жақсы таныс. Арнаға жазылмаған болсаңыздар жазылып қойыңыздар. Бұл біздің YouTube арнамыздағы өзіміздің жобамыз, подкаст. Бұл подкастта біздер осы аудан көлеміндегі, облыс, республика, әлемдік деңгейдегі өзімізге ұнаған тақырыптарды қозғап жүрміз. Осы кезге дейін 3 шығарылым шықты. Бірінші шығарылым футболға, хоккейге арналса, екінші шығарылым Лига чемпионовтың финалдық ойынына арналып, үшіншісі Қазақстан барысының алдында түсірдік, бірақ Қазақстан барысы біткеннен кейін монтаждап шығарған болатынбыз. Енді қуанышты жаңалық, оны барлық жерлестеріміз біледі деген ойдамыз. YouTube көрермендер үшін айтып жатырмыз. Осы тамыз айында Моңғолияның Улан-Батор қаласында өтті. Баян-Өлгей деді. Баян-Өлгей аймағында 9 моряктан жасөспірімдер арасында Азия чемпионаты өткен болатын. Сол Азия чемпионатына біздің ауданымыздың жас 9 морякшылары қатысты. Ауданымыздың, облысымыздың, еліміздің намысын қорғады. Блиц түрінен, шапшаң ойын түрінен 13 жас ерекшелігімен Арматұлы Нұрәлі екінші орын алып, біздің барлық жаңақалалықтарды қуантты. Төбеміз көкке екелі жетпеді деп айтсақ болады. Бірге қарсылап алды. Өте жақсы көңіл күйде болдық. Қош келдіңіздер бүгінгі подкастқа. Енді таныстырып өтейін. Бүгінгі подкастымыздың қонақтары 9 моряктан ауданымыздың аға бапкері, біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санатты жаттықтырушы Жаутенов Қайрат Маратұлы. Оның жанында спорт мектебінің 9 моряк үйірмесінің жаттықтырушысы, ауданымыздың аға бапкері. Оның жанында Арматұлы Нұрәлі, осы кеше бағана айтып отырған Азия чемпионатының күміс жүлдегері, Қазақстанның 2 дүркін чемпионы. Оның жанында Нұрәлінің туған ағасы Қали Нұрберген Арматұлы. Бұл да Қазақстанның чемпионы, жасөспірімдер арасында 9 моряктың. Облысымыздың бірнеше дүркін чемпионы, облысымыздың ауданымыздың мақтаныштары. Одан кейін біздің подкастымыздың тұрақты модераторы өзімнің ағайын, рухани ұстазым Қахарман Сағындықұлы және мен Жаңайдар. Ендеше подкастымызды бастайық. Қош келдіңіздер. Рахмет. Енді Қайрахан өзі сапарды бірінші барып келген сапарды айтып жатыр да. Улан-Батор қалай бастады? Улан-Батор емес қой. Баян-Өлгей. Монғолиядан алған нәрселеріңіз қандай еді? Әлемнің қанша елінде 9 моряк ойнайтын өрендер, спортшылар бар екен. Деңгейі қандай? 9 моряк ойынның перспективасы қандай? Ол біздің өзімізге негізі қызық. Шынында енді 9 моряк деген ұлттық спорт қой. Мұның да бір әлемге бір танылып, қазақ қана ойнамай, қырғыз ғана ойнамай, өзге де ұлттың өкілдерінің ойнап жатырғаны. Енді бір адамның бір ішіне деген бір мақтаныш сезіміне алады ғой. Әлем қалай ойнайды екен, осылар туралы күштетіп айтсаңыз. Бізге де қызық болып отыр. Жалпы енді кеш жарық. Осы подкастқа арнайы шақырған өзімнің інім Жаңайдар Болатбекұлы сізге алғыс айтамын. Әрқашан енді ауданымызда өткізіп жатылған облыстық, республикалық жарыстарда әрқашан қасымызда жүресіздер, қолдау көрсетіп жүрсіздер. Бірге барып, және де сол жарыстағы жақсы сәттерді видеоға түсіріп, оны әрлеп, жақсы етіп әрқашан қолдау көрсетіп жүрсіздер. Әртүрлі жарыстарда қолдау көрсеттіңіздер. Енді Қахарман ағамыз, сізге де алғыс айтамын. Әрқашан өзіңіздің ақыл кеңесіңізді айтып отырасыздар. Енді бұл біз үшін өте қуаныш. Біз енді Қайрат, алғыс соңынан бірінші сапардан бастайық. Қалай бардыңыздар? Жолдаманы қалай өттіңіздер? Сіздер енді неден бастаймын? Өзімнің 9 морякқа қалай келгенімді. Айтшы. 9 морякқа қалай келгенімді. Өзім 2-ші сыныптан бастап болса қазақтың ұлттық ойыны 9 морякпен айналысып келемін. 2007-2011 жылдары осы Орал қаласында спорт мамандығында оқыдым. 2011 жылы осы бітіріп, 2012 жылдың ақпан айынан бастап осы Жаңақала ауданында 9 моряк бапкері болып жұмысқа орналастым. Қазір енді 10 жылдан асты. Әрине
осы туған жеріме келіп ұлттық ойынды қолдан келгенше оқушыларға үйретіп, осы қолдан атын кішкене болсын шығаруға өз үлесімді қосқаныма өте қуаныштымын. Енді Бауыржан Момышұлы атамыздың сөзі бар, өзім көп жерде қолданамын, жеңіс өздігінен келмейді дейді. Енді біздер осы ұлттық ойын дамуы үшін көптеген жұмыстар атқардық, ата-аналармен де, оқушылармен де. Жанымдағы өзім шәкірттерім, Нұрәлі ол кезде 1-ші сыныпта оқып, Нұрберген 3-ші сыныпта оқып, ата-анасы ілестіріп әкелген болатын. Олардың енді осы 9 құмалақ әліппесін үйреттім. Және де балдарды байқадық, ойлау қабілетін байқадық, есепке жүйріктігін байқадық. Содан кейін дайындалып, әртүрлі жарыстарға барып, өздерінің мықтылықтарын көрсетті. Облыста жайлап жеңімпаз атанды, республикалық турнирлерде. Содан кейін енді осы 9 құмалақпен екеуін тұрақты айналысып жүргеніне 6 жылдай уақыт болды. 6 жылдың ішінде көптеген жетістіктерге жетті. Қазіргі таңда енді Азиядан алып, қуанышымыз қойнымызға сыймай, қуанып оралған түріміз осы енді. Қуаныштымыз. Қуаныш сәттеріңізге біздер куә болдық, бардық, қарсылап алдық. Бұл подкастқа енді тек қана Нұрәліні шақыруға болатын, бірақ өзім осы Нұрбергенді қостырдым. Өйткені Нұрбергенде ол бапкер үнемі көмектесіп жүреді. Жасөспірімдерден қазір бұл шықпады ғой, жастарға кетті. Бірге жарыстарға барады. Бұл да Қазақстан чемпионы және туған ағасы бірге болсын деп. Нұрберген, қош келдің жалпы. Енді ағайың айтып өтіп жатыр ғой. Енді өзің 9 құмалаққа қалай келгенін ағайың айтып өтті. Енді осы 9 құмалақтағы жарыстардан қалған ерекше сәттерің болса айтып өтсең. Мысалы, сәуір айында тұңғыш рет өткізілген білім ағарту министрінің ұйымдастыруымен 9 құмалақ ойынынан оқушылар арасында тұңғыш рет олимпиадалық жарыс болды. Әр облыстың намысын 10 9 құмалақ жас ерекшелігі бойынша қорғады. Сондан біздің Нұрберген 1-ші доскада отырды. 1-ші доскада енді команда. 1-ші доскадағы адамды мықтыларды қояды ғой. 1-ші доскада ойнады, өзі сияқты Қазақстан чемпиондарын ұтты, Ницша болды, бағанадай ұтылған сәттерде болды. Сондай жарыстарда түрлі, әр жарысқа әртүрлі настрой қоясың деген сияқты. Әр жарыстан тәжірибе жинайсың. Сол жөнінде айтып өтсең, жалпы 9 құмалақ туралы, жарыстар туралы. Дұрыс айтып жатсыз. Сол Астанада өткен жарыс жалпы командалық түрде өтті. Осы Жаңғаланың атынан мен, інім Нұрәлі бар, сосын Қайырбек Ануар үшеуміз бірге жалпы Оралдың намысын қорғадық. Ол бірінші рет өткесін енді қиын болды. Өзім бірінші тақтада отырдым. Жалпы осы Қазақстанның мықтыларымен ойнадым. Құрдастарым бар, үлкендерім бар. Бәріміз ойнадық. Өте тартысты жарыс болды деп есептеймін жалпы. Бірінші орынды Павлодар қаласы алды. Дайындықтары да өте жақсы. Құрдастарымыз да жалпы осы Қазақстан бойынша ең мықты қалалардың бірі деп айтуға болады. 2-ші орынды өзіміз алдық. 3-ші орынды тоже Маңғыстау облысы Ақтау алды ғой. 2 батыс алды ғой. Тартысты жарыс болды. Ерекше жарыс болды айырмашылық. Бұл жарыста неше командамен ойнадыңдар? Кездесу жасадыңыз? 8 командамен да. Сол 8 команданың ішінде енді Павлодардан жеңілдіңдер ғой. Бірақ жеңген кезде де қатты бір қиналған, қорыққан командалардың қайсысы? Қобалжытқан, Қарағандымен кездестіңдер соған да. Осыған түспесек деп тілеген командаларың қайсы? Жамбылда мықты болдық. Жамбылда тірестік Жамбылмен. Онымен ойнадыңдар. Жамбылда мысалы деген біздер 4,5-да 5,5 ұттық па? Бір ұпай ғана есептедік қой. Жамбылдың ойында осы важный ойынның біреуін осы Нұрәлі Нұрберген бір ойнады. Нұрәлі алып шыққан сияқты, Нұрәлі. Сол Жамбылдың чемпион Қазақстан ұтты ғой. Осының алдындағы неге турнирде чемпион, ол да кәдімгі өзі сияқты чемпион Қазақстан ғой. Соны ұтты. Бәріміз волноваться етіп анарда уайымдап. Бұлар ұтылып қалса енді мен аламын анарда. Мен қысыламын. Өздерінің тренерлер бар бағана. Сол Нұрберген алып шығады, Нұрәлі алып шығады ғой. Бәріміз Әнуардан қорықтық қой. Әнуар деген білдіреді деп пе? Білдірді ол.
Бірақ сол Жамбылда ол дейтін алып шықты. Пайдасы тиді. Өзінің жанатын жерінде ол да жанған болып Жалпы сол Астана қаласында өткізілген жарыс ол командалық жарыс. Ер бала, 3 қыз бала ойнайды. 1-4 сыныптар арасында 5 пен 8, 1 мен 4. Сыныптарын айтып жатырмын. 1-4. 5 қыз, 5 бала ғой. 10 адам отырады. Жалпы айтамын, 10 адам отырады. 10-ға 10 ойнады ғой. Сен сыныптан айтып отырсың ғой, дұрыс қой. Сыныппен айтқанда 1 мен 4 1 бала 1 қыз, 5-8 сынып 1 бала 1 қыз. 2 бала 2 қыз. 2-де ойнадық. 2-де 10 ойнадық біз. 10 бала 10. 1 мен 2-лер ойнаған екен бұл. Дұрыс, Жамбылмен ойын қиын болды, мен есімде қалған. Мықты қарсыластар болды. Тартыс жарыс болды. Содан біршама тәжірибе жинадық деуге де болады. Енді бәріміз сөйлеген сияқтымыз. Нұрәлінің дауысын естейік, Нұрәлі. Жалпы Азиядағы чемпион болғанға дейінгі көңіл күй, чемпионды қалай сезіндің жалпы? Қарсылап алу болды, одан кейін сен сыныптастарың қарсылап алды, иә? Сыныптан мектептен алғыс хат берген екен, соның бәрін өзің айтсаң, қазір қандай көңіл күйдесің, жалпы осы подкастқа қандай көңіл күйде келдің, жалпы сол жөнінде айтып өтсең, енді саған 2 есе жүк артылады ғой. Барлығы сені ұтқысы келеді. Азияның күміс жүлдегерін ұттым деген сынды жарыстарда саған оңай болмайды мысалы. Сен жасың қазір жасөспірімдерден енді өтіп жатсың да, 15 жасқа ойнайсың деген сынды. Сол жалпы жарыстан келгендегі әсеріңмен бөлісе отырсаң, даусыңды естейік өзіңнен. Рахмет осы подкастқа шақырып отқаныңыз үшін. Азиядан келген аса отсыздар, рахмет. Көңіл күй қуанттыңыздар. Әкімде телефон беріп, бәрі қуантып жатыр. Класстастарым да құттықтады. Мектептің директоры алғыс хат берді. Осы Азияға отбор өту үшін 1 жыл дайындалдық қой. Ең бірінші мақсат осы республикадан өту болды. Оған дейін көп жарыстарға бардық. Байғанин, Түлкібас, Астана, Тараз. Солардан опыт жинап, осы республикада отбордан өтіп, Монголия қаласына өттік. Монголияға бардым, да? Монголияда не болды? Сәл-пәл жіпті, сұрайшы, қызыққа барды. Ішкі қызығушылық қой. Монголияда ойнаған тоғызқұмалақшылардың ұлты қандай болды? Қазақтар ма, әлде моңғолдар ойнай ма екен? Монголияның атынан ба? Монголияның біз Баян-Өлгей қаласында болдық. Сол Баян-Өлгей қаласында 80-90% қазақтар тұр. Білемін ғой. Монголияның жалауын көтеріп шыққан спортшының ұлты қандай болды деп сұрап жатырмын. Ал ол жағын нақты білмедім. Білмейсің. Өздерінің ұлттық киімдерімен киіп шығады. Аты қандай? Қарсыластың атын айтып тұрсың. Білмеймін. Ол ұмытып қалған негізі дұрыс емес. Келесіде алдыда тағы жарыс болады, ұмытпаңдар. Бәлки ол күндердің күнінде Гарри Каспаров сияқты ма, Магнус Карлсен сияқты ма, бір аты дардай спортшы болып кетуі мүмкін де. Кім біледі, адам тағдыры әртүрлі өріледі. Сонда айтасың ғой, мен мынаны баяғыда осындай жерде осыны жеңіп тастағанмын деп. Иә. Протоколын қараңыздар. Иә, сондықтан да ойнаған жеңсең де жеңілсең де қарсыласыңды жаттап қалған жақсы ғой. Ағай, бұна Рио Олимпиадасында ма екен, осы моңғолдар бір киім шешетін ғой. Картопты жарған болды ғой, иә? Ол еркін күресте ойнай ма, да? Еркін күресте, ана онымен күрескен жігіт бар ғой, өте күшті жігіт қой. Қырғыз ғой? Жоқ, өзбек қой. Өзбек, иә. Ана өзбек деген әлем чемпионаттарын көріп жүрмін, еркін күресті жақсы көріп қараймын ғой. Айтады ғой, моңғолдар бір қызық қалып қояды ғой өздері бір. Әлем чемпионатының финалында тұрды да, соны Лас-Вегаста болды, әлем чемпионаты финалында тұрды, өте жақсы күресті, бірақ та өте жақсы, анда Риода да өте жақсы күресті, просто финалға шыға алмай қалғанда бір сәл-пәл еркін күрестің бір жаман жері ана соңғы ұпайды алып кеткен шығып кетеді ғой. Бір тәжірибелі балуан сөйтті де, мынау сол шыға алмай қалды. Сол өзбекпен жаңағы моңғол күресіп жатыр. Өзбек бір ана финалға шыға алмай қалған соң екен, өзбек бір қатты ашуда болды да үшке таласта. Бір ошибка жіберді, анау алға шығып алды. Содан уақыт бітеу қалғанда анау күрестен ашық қашты. Қашқанда тұрған ештеңе жоқ, бәрі де қашады ғой, анау секундтар қалғанда. Ол еще андай ыржалақтап өзінің жеңісін алдын ала тойлап жүрді ғой. Иә. Сосын кімдер ескерту берді де, ұпайын теңестірді де, анау соңғы ұпайды алған өзбек мынаны жеңген болып шығады ғой, соңғы ұпайды алған. Сол кезде ғой жаңағы ашып алады моңғолдардың. Тренерлер қазір бүкіл әлем оны мем қайнап кетті. Мем болып кетті.
Кайреке, өзің айтып өтсең, мына Тоғызмалақ жалпы біздің ауданымызда, ағай өзіңіз де білесіз, өзіңіз де жаңарған өмірде Тоғызмалақтың талай ақпаратын жаздыңыз. Біз одан кейін ол істі бізге тапсырмағанмен енді біз сол сіздің жолыңызды жалғап. Сен алға кеттің ғой енді қарсы. Иә, Қайрекеңнен сұхбат алып, ол деген түрлі спорт жұлдызы деген Қайрекең әйтеуір көп неге жібердік қой. Біразынан шықты, Ұланға да шықты. Қазір енді Жаңқалада осы Тоғызмалақ былайша айтқанда бренд деп айтуға болады ғой. 7 жыл қатыспасам 7 жыл да. 10 жыл қатарынан ең үздік аудан атағын. 10 жыл қатарынан. Мә 10 жыл дептің ғой. 10 жылға жуық болады. 10 жылға жуық. 8 жыл болады енді. 8 рет алған сияқты қатыспасам. 2014 жылдан бастап. 14, 15, 16 бар, 17, 18, 19, 20, 9 жыл ғой. Тоғызмалақ семействосына риза болдым мен облыстағы ана федерацияның президентігімен. Басқарушы. Рахмет. Данияр орынбасар. Бір жақсы жігіт екен. Сендердің бәрімен өткенде бір қастарында болғанда бір риза болған соң. Тонның ішкі бауында енді араласады деп айтпай ақ қояйын, бірақ та бір-бірін күшті сыйлайды екенсің. Бір телевизордан жаңалық болып отыр біздің Қазақстан оралдың. Оны қарап отырмын. Енді Қайрақаңның жетістікке жетіп жатқанын білемін. Ана шынар ең бірінші Қазақстан чемпионатынан жүлде алып келген кезде қатты қуанғанмын. Өзің айтып едің, білесің бе? Өзің айттың ғой, біз редакцияда жүргенде бір келіп ризамын деп. Осындай айтып, орын алмаса да келіп балдарын жазып, сөйтіп жүріп, ақыры балдар биік шыңға жеткіздің деп Қайратқа қатты риза болғанмын сол кезде. Содан бір ретте деген ол біраздан кейін әйтеуір мен бұрын Қайрат келместен бұрын Мұрат ақа болды. Қайрат ақа жүрді сонда да, Қайрат ақа жүрген кезде барғанда біздің аудан енді көштің басында болған жоқ, бірақ көштің соңында да болған жоқ. Бір ортаңғы деңгейлі күшті бір мығым среднячок дейді ғой орысша айтқанда, мығым орташа команда болды. Мен сол деңгейден көремін ғой, арасында бір жарып шығатын спортшылар болғанмен де сол мығым орташа команда деңгейінде деп қабылдап жүрдім, бірақ Қайраттың командасы неше жігіт балдары кейін облыстың үздігі де болып жүргенін біліп жүрдім. Мен облыс мойындап кеткендей деп ойлап жүрген жоқ. Бір жаңалық қарап отырсам Тасқала шатысым, Тасқаланың сол уақытта бір жақсы тренер бар, балалары өте жақсы жетістікке жетті ма? Зелен бар. Тасқала ғой да? Әділбек деген әріптесіміз бар. Ой, Тасқаланы телевизорға шақырып жаңағыдай айтып жатыр, жүлдегерлер шыққан. Сонда қаншалық жетістік бар деп сұрап жатыр да жаңағы. Айтып жатыр, қазір біздің ауданның тоғызмалақшылары өте жақсы ойын көрсетеді, облысымызда біздер енді Жаңқаладай болмағанмен деген сөз бар ішінде. Жаңқаладай болмағанмен қазір біз деген бізбен санасады бәрі деп. Сөйтіп айтқанда мен кәдімгідей емес болдым да, біз Жаңқаладай деп пример қылып, бір меже қылып, сондай бір деңгейге жеткізген. Енді бұл көпшік қойып бетке мақтау емес, енді жақсының жақсылығын айт дейді ғой. Бұл да бір мотивация ғой, өзінің деңгейінен түспеймін дейтін. Енді ол Қайрат жақсы тренер болғанмен бүкіл жетістігі бәрі балдардың арқасында көрінеді ғой. Бір қасиетті топырақтан жаралған осындай өрендердің арқасында. Осылар отақтан басында жанын, жүйкесін, бүкіл тәжірибесін салып. Мотивация деген шығар. Мен Тоғызмалаққа енді жат адам емеспін деп ойлаймын. Өйткені Қайрекең бана подкасттың басында айтып өтті ғой, бар болса өзіміздің қолымыздан келетін нәрселер жасап, ролик түсіргеннен бөлек балаларды жұбатып, кейде бағандай жігерлендіріп, отырып қалса, анадан неге тұрып қалсың, сен сияқты ойнай алмайды ғой деген сияқты. Әйтеуір бір Жаңқаланың бір бағы жанса екен деп айтыр. Осы балалар үшін күйіп пісіп жүреміз расында. Енді мына Тоғызмалақтың балдардың бағы бесел деп айтуға. Өйткені бағандай Қайрат ағамыз сияқты керемет бапкерлер бар. Әйтеуір ана кәсіпкерден болсын, мына кәсіпкерден біреуден алдайды, біреуін бағадай мәкелейді, біреуін сәкелейді деген сияқты. Өзім газетте жүрген кезде 2020 жыл болу керек. Спорт күнінде спорт кешенінің алдында аудан әкімі бізде Наурызбай Қатырбайұлы өзі марапаттады. Оның Нұрәлі сен де барсың да, Нұрберген де бар, Бейбарыс бар. Үшеуіне 3 велосипед бергізді кәсіпкерлерге. Одан кейін толық оқу құралдарын алып берді, сосын сертификат берді еще да. Қанша мыңнан берді? 20 мыңнан әрқайсысына сертификат. Сертификаттан бөлек үшеуіне 3 велосипед, сосын полностью оқу құралы. Бұл мотивация деп ойлаймын балдарға. Мысалы Тоғызмалақ не берді деген кезде, Тоғызмалақ кәдімгідей. Сосын бұлар жарыстан мысалы біреу утюг ұтып алады,
біреу телефон ұтып алады, кеше мысалы телефон алып жатыр мынандай керемет. Соның өзі бір балаға деген қалай сендерге соның өзі жетістікке жетуге жетелей ма? Сыйлық алғанда қандай әсерде боласың? келген сайын құрмет деген өзі бір тұрарлық қой, әкімнің өзі бір қабылдап жатқан, бірақ енді подарканың по-любому орны бөлек болады ғой. Онда тұрған ештеңе жоқ, ол дұрыс қой, көп нәрсе сыйлай бастайды. Сметов баяғыда енді бұл тұрмыстар ортаң қолы болды ма екен, мен сол әңгімені естіген маған қатты ұнаған себебі мен өзім де сондай қызыққам. Сметов деген бір жарыста ол кезде Елдос Сметов нені телевизор жақсы көреді біздің қазақ халқы. Үйлерінде дұрыс телевизор болмады ма, бір жарыстан бір үйлер телевизор ұтқан ғой. Соны көргенде ол дзюдоға барған екен, естіген әңгіме ғой. Сосын мына подкастты Елдос көріп өтірік айтып отырмасын демесін, менің де естіген әңгіме ғой. Естіген болатын. Елдос ағамыз көретін шығар. Иә, көрсе жақсы ғой. Комментарий қалдырып кетсе екен, мен көрдім деп. Жақсы көремін оның күресін, жібермей қараймын. Сонан жаңағы телевизор күреске дзюдоға қатысып жарыста чемпион болса телевизор береді екен деп сөйтіп күреске жастайынан құттайынан барып кәдімгідей бүкіл жанын салып шыныға жаттығады дейді де. Содан бір күні жарысқа апарады ғой, қашан жарысқа апарасың деп жаттықтырушысынан тықақтап қоймайды дейді. Содан бір күні жарысқа апардым дейді. Жарысқа барып Елдос сол жарыста чемпион болды дейді. Чемпион болғаннан кейінгі Елдостың марапаттаған кезде Елдостың жылағанын көрсем дейді, ол еңіреп жылайды дейді. Неге жылайсың десе, неге телевизор бермейді? Неге телевизор бермейді? Бала ғой енді. Қазір жарыста телевизор береді деп айтамын. Сол енді телевизорге деген махаббаты оны енді әлем чемпионы болды, олимпиаданың күміс жүлдегері. Иә, олимпиаданың екі дүркін жүлдегері. Азияның ойындарын ұтты, Азия ойындарын. Олимпиадада мысалы Токиода қола алып, Риода күміс алып. Бір нәрсені ескермедіңіз, біздерде Елдос өте стабильный күреседі. Стабильность Елдос сияқты бәрінен жоғары. Бұлай жоқ. Әлемдік деңгейде, мысалы әлемдік деңгейде сол салмақта қаншама чемпиондар да бар даже, Мудранов сияқтылар, бірақ олардың бір-екі жыл болды, 3 жыл әрі кетсе жақсы күреседі. Ал Елдостар, Такаталар неше жылдан бері осы весте өте жоғары деңгейде күресіп жүр. Бұл тұрақтылық деген ол бәрінен жоғары тұрады. Бір қызық сұрақ қойып отыр да, енді Қайрақың былай естіп жатыр, Алматыға Монғолия қалай? Өзіңе ұнады ма Монғолия? Ұнады. Керемет. Неше керемет? Ауа райы, табиғат. Болды, басқасы. Таулар. Тұрмысы қалай екен? Жақсы ма екен? Диалектілері, мысалы сөйлеулері қалай? Көбі қазақ қой, қазақша сөйлейді. Кейбіреулер моңғолша. Барғанда самолетпен бардыңыз, Жоқ, автобуспен бардым. Қазақстаннан ба? Астанадан. Астанадан Монғолияға автобуспен. 2 күн бару. Сапар қалай болды? Сендер ең күшті жерлердің бәрін автобуспен өткенсіңдер? Иә. Бүкіл анау Ресей. әлем тамсанатын Алтайды көктеп өттіңдер автобуспен. Соны айналып. Сен Қытай әлде Россия? Россия. Ресей арқылы бардыңдар. Ресей арқылы өттік. Ресей арқылы. Екі шекарасын өттік. Алтай аймағы бар. Жұтып кетесіңдер, иін жасап. Алыс болып кетеді ол. Бұл Қайрекең енді итакта жарыстарға барып, бұл екі оларда көп Қазақстан көп қалаларға Онда сапарлаған ғой. Ресей арқылы барсаңдар сендер Монғолияның Баян өлгейіне тікелей түсе алмайсыңдар ғой, Монғолияның басқа да аймақтарын үстінен басып өтесіңдер ғой. Ыстың ба да? Енді кейбір жерде түнде келатамыз, кейбір жерде күндіз келатамыз. Жолдары қалай екен? Жолдары енді Асфальт па? асфальт жақсы. Жақсы Монғолияға. Енді Астананың айналасын жолдары жақсы ғой. Павлодардан асқаннан кейін кішкене жол нашарлайды. Монғолияның өзінің, Баян өлгейдің өзі. Барлық жер асфальт. Мен енді мына екі өзімнің інілерім ғой, енді сұрақ қойып отыр. Жалпы сапардың өзі бір білім ғой адамға. Адамның танымын көтереді, көңіл көкжиегін бір дамытады, былайша айтқанда бір сапарлап қайтсаң, айтатын әңгімең болады ғой. Енді өздеріңмен қатарлас, енді оларды кінәлауға болмайтын шығар, енді спортқа қатыспайтын, тек қана сабақ оқып жүретін балалар шықса бір олимпиадаға, бір оралға барып келіп отыр. Біз енді республикаға барып чемпион болатын, олимпиада ұтатын балалар өте аз ғой, ауданымызда рас керек. Сендер енді кішкентай кездерінен 9 мыңақты сен бармаған қалаларың жоқ шығар деп ойлаймын. Қазақстанда бір санаулы қала шығарсыздар, сендердің бармағандары. Жалпы қалай, жалпы сапар ұнай ма өздеріңе? Әр сапардан қандай бір керек нәрсе алатын шығарсыңдар? Мысалы, ерекше есте қалған сапарларың бар ма?
кейде мысалы жарысқа үлгере алмай қалған кездерім болған шығар, әлде кейде осы қалада тағы бір екі күн қалсам ба деген сияқты бір сезімдер болған шығар енді. Енді әр қалада өзінің естеліктері көп қалады ғой. Енді біз бала кезден мысалға 7 жасымнан мен 6 жасымнан, мен 8 жасымнан жарыстарға барып жүріп, бірінші жарысымыз мысалға пойызға отырған өзі бір бөлек сезім болды ғой. Енді қазірге дейін көп қалаға бардық Қазақстан мысалға. Енді осы батыс жағынан Ақтауға, Атырауға бармадық та, ол жақтарда тоғызқұмалақ қатты дамымаса да былай ойнайтын балдар бар. Жалпы қасымыздағы балдар барлығы қызығады ғой тоғызқұмалаққа. Ең ұнаған қала қайсысы? Ең ұнаған ба Алматы ғой, Алматы, Астана. Әдемі, дамыған, жалпы мысалға әдемі, дамыған, мысалға табиғаты да, мысалы Алматыға барсаң қызығатын, қарайтын жерлер көп қой. Сол Тауға шыққанда сезім тауға шыққанда жалпы қаланың ішінде жүргеннің өзі бір бөлек чувство ғой. өзінің вайбы бар дейсің иә. Жалпы сапардан әртүрлі естеліктер қалады. Осы ауылға келгенде айтатын әңгіме көбейеді ғой, үйдегілерге де, қасындағы балдарға да жалпы. Мынандай бір нәрсе бар ғой да, сөздің білгені. Мысалға бір спортшылар болады ғой, бақытты спортшылар мысалы футболда. Мен ана кісі менің кумирім деп жүрді. Златан Ибрагимович деген мировой өргендегі футболист болды, бүгін жақында қойды. Соның өзі мысалға Рональдоны кумирім деп жүрді. Зинедин Зидан, Марадонаны кумирім деп жүрді. Сен кумирің бар ма? Кумир бар ма дегенде мысалға әр ойыншының әртүрлі өзінің стилі болады. Мысалға жалпы осы Қазақстан бойынша көп қой мықты ойыншылар. Мысалға өзіміздің батыстан да көп, Сағынбаев Жарасхан, Қайыржан Әсет, Матылов Сайлан. Мысалға маған Қайыржан Әсеттің мысалға ұстанымы ұнайды. Ұстанымы мысалға жарыстарда жалпы дайындығы барлығы жақсы болғанмен, мысалға бала болғасын енді былай да былай қыдырғым келеді, бірақ олар үйден мысалға өзіне керекті ойындарды тек дайындап жарысқа, мысалға сондай ұстанымдар жақсы көп. Келгесін мысалы жүлдеге алу керек. Жаңа кім еді аты? Қайыржан Әсет. Әсет қой деп сыртынан қарап қызығып, екі әлем чемпионы. Сенде шын, Қайыржан Әсет қай жақтікі? Әсет деген негізі туылған жер осы Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы. Жәнібектен дүниеге келеді. Сосын бастауыш сынып оқып жүргенде ма, әлде ешқандай бала күнінде Оралға көшіп келеді. Бірақ Оралдан шығады. Екі дүркін чемпион. 13 жасында, мен сөзіңізді бөлейін, 13 жасында ересектер арасынан орын алып, Қазақстан Республикасының спорт шебері атанады. Мастер спорта. Өте қабілетті, тәртібі де жақсы. Жасөспірімдер, жастар арасынан талай мәрте Азия чемпионы болып, ересектерге ауысқаннан кейін қазір Қазақстандағы енді мықты спортшыларымыздың бірі. Ол Әсет ағаларын көбі жақсы көреді мен бұлар. Мінезі де жақсы, ұстанымы, үлкенді сыйлауы өте жақсы. Енді әрбір жаттықтырушының арманы деп ойлаймын. Мысалы үшін менің арманым осы шәкірттерім, тағы да басқа шәкірттерім Әсеттей мықты спортшы болса екен дейді. Оның ұстазы да өте мықты. Қанапия Қаяпбергенов деген ағамыз, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы, білім беру бөлімінің үздігі, елбасыдан алғыс хат, орден, медаль алған сондай үлкен ұлағатты ұстаз. Нұралын сөйлесейікші. Айтып жатыр, Сағынбаев Жарасхан, Қайыржан Әсет. Сол жарысқа келеді, олар қыдырмайды, ешқай шықпайды. Осы сендерге үнемі қолдау білдіріп отыратын ол Армат ағамыз бен Орнай апамызда. Сол ата-аналарың туралы бір ауыз айтып жіберсең де. Ата-ананың рөлі үлкен ғой. Мысалы біздер сіздер тоғызқұмалаққа барсаңдар, біздер күреске баруымызды әкеміз қадағалайтын. Өйткені әкеміз қазір Қайрат ағамыз жұмыс жасайтын балалар спорт мектебінде 8 жыл жүргізуші болды менің әкем. Қайрат өзіңіз білесіз, Қайрат
ағамыз да талай жарысқа барды Қайрат ағамен бірге. Мұрат Қайрат ағам, Бақдәулет бар, Нұрберген бар, Әлішер бар, Қайрекең бар. Түрлі жарыстарға, волейболға, футболға да, тоғызқұмалақтың балаларында. Сонда әкем үнемі қадағалайтын, бүгін бардыңдар ма деп, өзі сапарға кетіп қалғанда. Сосын өз жұмысқа қандай үлкеніміз алып кетеді. Кейде жарыстың алдында кәдімгі таңертең кеште дайындалатын жаттығуларымыз болады. Сонда енді балам чемпион болсын, жетістікке жетсін деген ата ананың бір өзінің ішіндегі үміті ғой енді. Әрине жетістікке жетсін деп. Сендер енді жарысқа барып жатқан кезде спонсорлар бар, былай үкіметтен бөлінетін бар, көбіне бөлінбейді ғой енді расы керек. Ата-аналарың енді жүріп тұруға, қыдыруға ақша беріп жатады. Үнемі звондап қолдауларын білдіріп жатады, қарсылап жатады деген сияқты барлық жағдайларын жасайды былайша айтқанда. Енді ата-аналарың туралы бір ауыз айтып жіберсеңдер, алғыстарың болса ата-аналарыңа. Осы ата-анамыздың қолдауы болмаса, осы жерде осында Азия чемпионы болып өтпейтін едік. Мысалы, не бөлінбейді ақша. Ақша тауып береді, жарыстан қалдырмайтын еді. Ол өте. Армат ағамызбен Орнай апамызға үлкен алғыс айтамыз. Осы эфирді пайдаланып, жалпы осы тоғызқұмалаққа баласын қатысатын жаңақалалық ата-аналар осы кісілерден үлгі алсын деп айтқым келеді. Енді жаттығу туралы бағана Нұрберген айтып қалды ғой. Осы жаттығу деген негізі көп спортшыда проблема ғой былайша айтқанда. Өйткені ағай өзіңіз де әңгіме соққанда айттыңыз ғой. Әлем дүркін олимпиададан ұтқандар бар. Бірақ чемпион болғаннан кейін де өзіңнің жігеріңді ішінде қыдырғың келеді, гражданский өмір көргің келеді ғой. Досыңмен барып кафеде отырғың келеді, әлі бір паркте кино қарағың келеді. Соның бәрін құрбандықтарды қиып барудың өзі қиын ғой, мысалы тренировкаға. Режимде бір кәдімгідей бекітілген режимді ұстаудың өзі қиын ғой. Жалпы өздерінің арттарынан ілесіп келе жатырған, сендердің өкшелеріңді басып келе жатырған іні қарындастарыңа не айтасыңдар осы тұста? Жаттығуды қалдырмау үшін не істеу керек, қалай қызығушылығын арттыру керек өздерінің? Мысалы, кей кезде жалығып кететін кез болады, күнде жаттығуға барасың, вроде жаттығу қалдырып жатқан жоқсың, жетістікке жетіп жатсың, бірақ әлі де бір жетіңкіремейді. Кей уақытта мысалы тоғызқұмалақтан бөлек кітап оқитын боларсыңдар, кино қарайтын боларсыңдар, сол жөнінде тағы айтсаңдар. Енді айта кетсек, мысалы бірінші орында ол адам өзінің еңбегі. Екінші орында адамның өзінің ізденісі, солар барлығы жатады ғой. Мысалға, шыны керек, біз де шаршаймыз, күнде дайындала беріп, шаршайтын уақыт болады, андай тозбақлашып тастап жылағың кетіп қалады. Қарағың келмейді дасқаға. Ондай кезде білім демалып алған дұрыс деп есептеймін. Жалпы адам өзі еңбекқор болса, ізденсе, жалпы биік жетістікке жетеді. Екеуіңе жетеді сұрақ. Енді ағайларың қамшысы бар шығар, бұл дайындал деген сияқты. Бірақ жалпы алдағы жарыс дейді, қобалжу болады да. Енді бәрімізде там керемет спортшы болмағанмен бала кезімізде спорттың әртүрлі түрлерімен көрдік қой. Сонда қорқыныш болады. Қорқыныш болмайды деп айтамын. Сендерде болады шығар, мысалға элементар үйде отырып шахматтың тақтасын жайып тастағанда да қарсыласына ұтылғың келмейтін кез болады. Сол қобалжуды қалай басасыңдар? Ештеңе ойламау керек деп ойлаймын. Мысалға мен ауылда жүріп, сол жарысты ойлайсың ғой, соның өзінде біршама переживать етіп жайсың. Сол переживанияны қалай басасың? Переживать білмеймін, өзімде жарысқа шығып ол чувствоандай көп білінбейді. Тек чемпионат Қазақстанда ондай чувство бар, ал областныйда көп. Жеңілген кезде көңіл күйлерің қандай болады? Жеңген кезде жақсы, айттыңдар. Жеңілген кезде енді келесі турға дайындық қой. Ой, бітейін деп жатыр, 5 ходың қалды мысалы, жеңілетін көріпсің. Амал жоқ қой. Ашуланасыңдар ма? Жалпы ашуланатын кез болады, өзің шахматта мысалы жеңілген беріп қол беретіндер болады, ондай болады сіздерде. Болады. Қол бермейтіндер де болады. Түсініп, солай сендерге түсініп сендер қол беріп, ары қарай ойынның позициясын көріп, жеңілген, мойындаған қарсыласқа өздеріңе солай қол берген сәттер болды ма? Болды. Бермей кеткен кезің болды ма, Айренші? Қарсыластары қол беріп. Монғолияда күміс алдың ғой, иә? Күміс қола медаль. Монғолиядағы алтынға бір сәтте жетейін деп соң болды, алтын енді сенікі. Бірақ алдында жеңіп қалдың, иә? Бір қателік болды. Иә. Сол кезде көңіл күйің қандай болды? Жылағансың ба? Жыладың ба? Қалай жұбатып алдың? Қалай жұбатқанда енді жұбату оңай болған жоқ.
Енді екі қырғыз, бір моңғол, бір өзбекті ұтып финалға шығып тұрмыз ғой. Bir Bangladeş. Ұтып енді финал ұтса бір, ұтылса екі алайын деп тұр. Енді күресте мысалы үшін бірінші, екінші, үшінші орындар барады. Азия, әлемдік додаларға. Енді тоғызқұмалақта тек Қазақстан Республикасының чемпионатында тек бірінші, екінші орын алған ғана бар. Екінші қазақ қой енді. Сонымен финалға шығып тұр. Ұтсақ бір аламыз, ұтылсақ екі аламыз. Ойладық енді не ойнаймыз деп. Енді бұның қасында енді жаңағы айтып отырған еліміздің мақтаныштары, облысымыздың мақтаныштары бар. Жаңағы әлем чемпионы Әсет, Қайыржан. Ол да болды ма? Ол біздің қасымызда бірге болдық. Бір қола жүлдегер атанды сол жолы. Сол Моңғолияда Азия чемпионатында Әсет біздің облысымыздың мақтанышы. Сағынбаев Жарасқан, спорт шебері Ануарбеков Дархан деген бар қазір. Жастар арасында қазір. Армут айтып. Енді солардың қасында қонақ үйде бірге болдық барлығымыз. Батыстықтар, оралдықтар бір жерде қонып 10 күн бірге болдық қой былай айтқанда. Жолымыз бар, анда тұрғанымыз бар. Енді Нұрәліге келатқанда, біз жарысқа келатқанда батыс мықты ғой, енді әлем чемпионы Әсет келе жатыр. Жанында Жарасқан ағайы бар, ол да Азия чемпионы. Дархан келе жатыр. Енді Нұрәліге ұтылдым деп айтуға енді қалай айтуға енді кіл мықтылардың арасында ұтылдым деп айтуға да ұялатын шығар енді өзі. Олар да осындай бір Сосын арнайы ол қарсыласының бапкері өте мықты. Енді қыз бала Серікқызы Мөлдір деген. Және оның бапкері бар. Серікқызы Мөлдірдің бапкері әлем чемпионы Қабиб Нұрбек деген ағамыз бар. Өте мықты танымал Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы. Соған қарсы ойнап тұрып қой енді біз былай қарасақ. Ағайлардың екі ағайы бар, біреу мастер спорты, біреу әлем чемпионы. Әлеге мынаны сұрайыншы. Соған қарсы ойнадық. Енді кішкене бізде енді мына дебютта кішкене қателіктер болды. Содан шатысып 500-тен кейін ба шатысып ұтылып әттеген-ай деген болды. Нұрәлі кішкене енді жылады, көңілі босап, әттен ұтқанда тұңғыш жаңғырған шыққан. Жылады ма? Ақылан, енді өзіңіздің айтатыныңыз болса, подкастқа қатысты өзіңіздің осы подкастта түйген ойыңыз болса, әрбір сөздер қызықты деп жаттыңыз ғой. Айтып кеттік қой, айтатын нәрсе дегенде. Енді бүгінгі біздің осы дөңгелек үстелдің басына табыстырып отқан нәрсе ұлтымыздың ойыны, бабадан жеткен мұра, осы тоғызқұмалақ. Енді осы спортымызға тілейміз алдыңғы тілекті, әрбір қазақтың үйінде тоғызқұмалақ тақтасы тұрсын. Әрбір қазақ тоғызқұмалақ ойнайтын спортшыны құрметтеуді үйренсін дегім келеді. Енді қайрақа еңбегін үйрене берсін, еңбегін жаңағы сенің жетістігің енді балдары ғой. Алдыңнан деген неше түрлі армандаған, өзің армандап жүрген белестерді бағындырған шәкірттер топтап ұшсын дегім келеді. Қанат қақсын, ары қарай биіктерден көріне берсін. Бұл жерде Нұрберген мен Нұрәліге көп алғысымды айтамын. Қазақтың әрбір баласы сендер сияқты өз мақсатына, арманына адал адам болсын дегім келеді. Қай уақытта да алдарынан ақпын туып, қай жаққа барсаңдар да жеңістің жалауын желбіретіп, оған жерге мәртебелеріңді бәрін сөйлесек бір ауызында онда. жетуге тілекшімін. Енді жаңағыдай біздің каналына сәттілік тілеймін. Рахмет ағай, мені қолдап жүресіз, уақытыңыз қиып осындай подкастқа келіп, осылай модератор болудың өзі оңай емес. Ағайды футболға да саламыз, футбол өзімізді теміз ғой. Алдында негізі сатып алып, енді шама келсе осы Қаһарман ағамызды қалдырамыз келмейді өйткені. Енді осы сұхбатқа, подкастқа шақырғандарыңызға алғыс айтамын. Інім өзіңге әрқашан қолынан келгенше бар қолдауыңды көрсетіп жүрсің. Енді осы керемет подкаст болып жатыр. Қаһарман ағамызбен да біршама көптен бері танимыз ғой жалпы. Бірге осы подкастта бірге болғанына өте қуаныштымын. Енді мына болашақта мына шәкірттеріме енді алдағы уақытта осы ауданымыздың, облысымыздың, еліміздің намысын абыройлы қорғап, үлкен биік жетістіктерге жете берсін дейміз. Және артынан өсіп жатқан іні қарындастары да осы Нұрәлі мен Нұрбергендей жақсы спортшы болуға тілейміз. Нұрәлі, сөз кезегі өзіңде. Подкастқа шақырғаныңызға тағы да рахмет.
Каналыңыз дами берсін. Жазылғансың жалпы, иә? Қараймын. Не деймін? Енді артымыздан келатқан інілерімізге дайындалып, чемпион болғанға қалаймын. Біздің жолымызды қуып, бізден де асып. Соған үлес қосады деп ойлаймын сіздер. Үрген. Жанайдар ағай, осы подкастқа көп рахмет шақырғаныңызға. Осылай әрдайым жолығып, әртүрлі тоғызқұмалақ болсын, әртүрлі туралы тема болсын айтып отырайық деп келеді. Каналыңыз дами берсін. Иә, бұл алдағы уақытта енді тек қана тоғызқұмалақ туралы емес, алдағы уақытта міндетті түрде бір жастарға, оқушыларға қатысты нәрсе болса, мысалы, күй өнері болатын болса, сен қандай тағы бір нәрсе қолпейің бар, мысалы, сурет саласың, білмеймін ғой енді. Құрметті достар, барлықтарыңызға рахмет, осы эфирді қарап отырған адамдарға рахмет. Енді бірнеше дубль болып жатыр, эфиріміз үзіліп жатыр, енді монтаж барысында оның барлығын реттейміз деп ойлаймыз. Біріншіден қаһарман үлкен рахмет сізге. Енді бір айтып өтетініміз, осы менің каналымның осылай аяққа тұруына, қалыптасуына бірден бір себепші осы қаһарман ағайымыз. Өйткені канал ашқанмен де оған не салу керек, қандай нәрсе істеу керек, қандай жоба жасаған жақсы деген сынды, қандай нәрсе көрерменге қызық. Үнемі ағайымыз өзінде YouTube каналы болды. Қазір енді Сайлау ағамыздың да каналы жақсы ғой енді. Одан кейін енді осы қаһарман ағайымыздың себепкершілігімен, септігімен ашылды біздің каналымыз. Қазір енді біраз танымал болып қалды деп айтсақ болады. Енді көбі YouTube-тан көрдік деп Құттайбалардың өзі айтып жатқанда кәдімгідей қуанып қаласың. Одан кейін Амангелді ағамыздың да каналы жақсы дамып жатыр. Одан кейін шаруашылыққа қажет деген каналымыз бар. Олардың бәрімен де жақсы қарым-қатынастамыз. Енді осылардың қай-қайсысы да ағайдан ақыл кеңес сұрап, енді ағай барып бүйтіп ашып бермеген шығар, бірақ та енді өзінің білгенін үнемі бөлісіп жүреді. Ағай, рахмет сізге, дами беріңіз. Сіз де өзіңіз бір жақсы канал ашып, соны күміс неге дейін жеткізіңіз деп, кнопкаға дейін жеткізіңіз деп ойлаймын. Сіз жеткізбесеңіз, ораз міндетті түрде жеткізсін. Сондай тілегім бар. Қайреке, саған енді тілегім көп, оны білесің. Үнемі 24-те 7-міз ғой екеуміз енді. Сапарда да үнемі болып жүреміз. Рахмет, дами берсін, өсе берсін. Бана өзің арманымды айтып қалып жатсың, әлем чемпионы шығару деп. Әлемнің бір емес, бірнеше чемпион шығару саған нәсіп етсін Алла тағала. Енді Нұрберген, Нұрәлі сендерге алғыс айтамын. Нұрәлі, саған сәттілік тілеймін. Осылай Қадыр атамыздың бір керемет сөзі бар ғой, абыройға, биіктікке, жетістікке жету бар да, сол абыройды арқалап жүру бар деген. Сол абыроймен арқалап чемпион деген атқа, Азия чемпионатының күміс жүлдегері деген, болашақта әлем чемпионы бол деген тілегімді жолдаймын. Өзің өнерде де, спортта да, жалпы өмірде де жетістіктен жетістікке жете бер. Біз сенімен тек мақтанып жүрейік. Құрметті достар, енді осымен біздің подкастымыз аяқталды. Еркін форматта барынша болды деген ойдамыз. Каналға жазылып қойыңыздар. Біздің каналымызды сіздер білет деген ойдамыз. Жанайдар Болатбекұлы деп терсеңіз YouTube-қа шығады. Түрлі жобалар жүзеге асырып жатырмыз. Интервью бар, сұхбаттаймын деген сұхбатқа арналған жобамыз бар. Ерекше хобби иесі деген жобамыз бар. Одан бөлек влог Жанайдармен бұйырса алдағы сандар шығады. Одан бөлек комментаторларға тарпайды. Оны деген Гүлназ Әлімгерей салып қойған. Журналист, Инстаграмда 650 мың подписчигі бар екен. Шағын жылыз болып кеттік. Инстаграмымызға күнде жазылып отыр ананы. Құрметті достар, осы подкастымызды аяқтаймыз осымен. Барлықтарыңызға рахмет. Уақыт бөліп соңына дейін қарап шығады деген ойдамыз. Ұлттық спортымыз, ұлттық өнеріміз дами берсін. Қазақы контентті сіз бен біз болып бірге дамытайық. Сіздерге деген ерекше құрметпен мен Жанайдар Болатбекұлы. Рахмет.